Өзгеріс ойдан басталады. Шынар Әбілді аудармаларынан. Сыңарың. Ұлым, саған бір нәрсе айтайын. Соны естен шығарма. Ешқашан жүргіш, жеңілтек әйелдермен байланыспа. Еш құндылықсыз өмір сүру, өмірді арзан көру деген шындап келгенде таза ақымақтық. Мұндай әйел сені мықты ете алмайды. Өміріңді қателікке толтырады, өзегіңді өкінішпен өртейді. Сосын бүкіл әйел затына күйе жағып береді. Әйелді қадірлемеу түптің түбінде даналыққа да, тереңдікке де бастамайтынын білсең екен. Талғампаз бол, мақтау мен мадақты, оңды солды шаша берме. Бірақ төзімді бол, әйел затын құрметте. Қандай болса да құрметте, өйткені сен азаматсың. Жай ғана сөз емес, сен күш қуатсың. Сенсізде тізерлеп, құлап жатқан адамды мұқатуға, кемсітуге жол бермес күш қуатсың. Жауапты бол. Өзіңе, сөзіңе, әрекетіңе. Сенің әр қадамың адамзаттың, өзіңнің және Құдайдың алдындағы жауап болуы тиіс. Жеңілтектікке жол берме. Қателес. Түзе. Алға жылжи бер. Әр қателік сені мықты ететінін ұмытпағайсың. Өзіңді аяма. Елге көмектес. Қарақан басың үшін өмір сүрме. Сонда фәниде де, бақи өмірде де есебің түгел болмақ. Жүрегің, жаның таза, терең үлкен адам бол. Қайсар, қайратты бол. Ештеңеден қорықпа. Үрей мазаласа, оны жеңуге жігеріңді жана. Азамат атануға барыңды сал. Көз қарасың тұнық, ойың азат болсын. Жүрегіңе бөтен адамдар мен жалған құндылықтардың күйесін жағып алма. Сен сүйген әйел өзіңнен аумайтын болады. Оған кәміл сен. Өзің сияқты мықты, әрі парасатты болады. Жолдан адасса да, өз жолын іздеп табатын, өз шындығы мен сеніміне адал жан болмақ. Жүрегіне өмір тыртық салса да, қателесіп, сүрінсе де, оның таңдауы өзінің шынайы әрі жалғыз таңдауы болып қалар. Тілі ащы болса да, шынайы болмақ. Сені ешқашан алдамайтын, сатып кетпейтін жан болып жолығады. Оның көзіне көзің түскенде бірден танырсың. Өйткені шындық ерекше шуақты болып көрінеді. Қорқып кетпе, жүрегіңді тыңда. Жүрегің шындыққа жетелейді. Біле білсең, ол да өзің сияқты өмір бойы сені іздеумен болған. Сен оны өмір бақи білетін
адам секілді боласың. Бір көргеннен танисың. Жүрек сездіртеді. Авторы Валерия Саламина. Аударған Шынар Әбілда. Оқыған мен